Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз орыс тілінен 354-ші жаттығуды орындайтын боламыз. Составьте синквейн к слову домбра. Домбра сөзіне синквейн құрастыруымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5. Біріншісінде домбра деп жазамыз, біріншісіне. Екіншісін снесім, казахская деп жазамыз. Казахская, красивая. Үшіншісі етістік, играет, звучит, вдохновляет. Енді төртіншісі ол сөйлем, 4 сөзден тұратын сөйлем. Мне очень нравится домбра. Нравится домбра. Бесіншісіне национальный инструмент немесе музыкальный инструмент деп жазуға болады. Мен музыкальный деп жазам. Музыкальный инструмент. Мен жазып болдым. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.